Ордабасы ауданында молшылық пен берекенің мерекесі Алтын күз 2025 және ауыл шаруашылығы қызметкерлері күні кең көлемде аталып өтті. Мерекеге аудан әкімі, облыстық мәслихат депутаттары, ауданның құрметті азаматтары және ауыл еңбеккерлері мен тұрғындары қатысты. Мерекелік алаңда ауыл шаруашылығы саласындағы жетістіктер паш етіліп, заманауи техникалар көрмесі, өнім жәрмеңкесі таныстырылды. Көрмені тамашалап болған қонақтарға арнайы мерекелік бағдарлама ұсынылды. Аудан әкімі Азат Оралбаев алдымен жиналған қауымды Алтын күз мерекесімен құттықтады. Аудан басшысы бірлігіміз бен еңбегіміздің арқасында ауданымыз әрқашан берекенің мекені болып қала беретінін атап өтті. Мерекелік шара барысында ауыл шаруашылығы саласының үздік қызметкерлері алғыс хат, құрмет грамоталар және сыйлықтармен марапатталды. Бүгінгі Алтын күз мейрамына жалпы аудандағы үздік әр сала бойынша, ауыл шаруашылығы саласының әр саласы бойынша егін шаруашылығы бар, мал шаруашылығы бар, өнеркәсіп саласы бар. Онан кейін қарапайым мынау ала жаздай қызмет, көктемнен бастап күзге дейін қызмет істейтін шаруалар, малшылар, солардың бәрі биылғы жылғы жағы көрсеткішке байланысты берілген өнімді артық орындаған шаруалардың үздік қызметкерлеріне біз марапаттадық. 52 азаматты бүгінгі күні биылғы жылға үздік деп саналып, соны бүгінгі Алтын күз мерекесіне қарай ол кісілерді сый-сияпатпен марапаттадық. Саласының мамандары бүгін Ордабасы ауданында үлкен той, шара мына сабан тойымыз, Құдай қаласа бүкіл жазда еңбек еткен ауыл шаруашылық мамандардың бүкіл нелерін жинап, бүгін үлкен сабан той өткізіп жатырмыз Ордабасы ауданында. Құтты болсын, ауыл шаруашылық мамандарын шын жүректен құттықтаймыз. Алтын күз мерекесімен агроөнеркәсіп кешенінің барлық түрлерінен Бадам ауыл округі үздік атанып, Құдай қаласа бүгін бірінші орын атанып отырмыз. Шара соңында аудандық мәдениет үйінің әртістері мен жас өнерпаздары ұсынған концерттік бағдарлама көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады.